Саламатсыздар ма, қош келдіңдер менің каналыма. Мынандай әдемі құлыншақтар жасаймыз жаңа жылға. Ол үшін жасау үшін бізге әдемі жұмсақ, бір шетінде жүні көбірек, асты жағында матасы бар. Әдемі аппақ емес, кішкене сарғылттау келген ақ түсті матаны алдық және картонға ойып алдық. Осы картонды ойып алған екен ұзындығын 18 сантиметр қылып алдық. Енді бір-біріне осыны машинамен тігетін боламыз. Сіздерге тезірек көрсетіп жатқан жайым бар. Осыны айландырып, машинамен тігіп, және мақтасы кіретін жерін қалдырып қоятын боламыз. Қараңыздар. Мінекей дайындап тігіп қойдық. Енді осының үшін ажыратып аламыз. Аяқтарын және бастарын осы жүн жағын оңғаратып шығарып аламыз қолымызбен. Мінекей, енді осының ішіне кәдімгі синтефон мақтаны кіргізетін боламыз. Нығыздап кіргізіп қоямыз, сонда біздің құлыншағымыздың кәдімгі денесі пайда болады. Алдымен аяқтарына кіргізіп аламыз. Кішкене ұзын темірмен кіргізіп аламыз, күрчекпен. Өткені бірдей болу керек. Ұнап жатса артынан лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, дәрекке жаза кетіңіздер. Осы биылғы жаңа жыл 2026 жылы бізде жылқы жылы болады. Сондықтан мен құлыншақ жасап жатырмын жаңа жылға. Осыны кішкене ине жіппен, ақ жіппен өткізіп, айландырып, желке жағын тігіп шығатын боламыз. Қатты бос қып кіргізмеңіздер мақтаны, өткені тығыз қып істесеңіздер, құлыншағымыздың денесі нық тұратын болады. Мінекей тігіп қойдық. Енді бізге осы құлыншақтың құлағы, көзі және жалын, шашы және құйрығы қажет болады. Ол үшін картонды аламыз. Ұзындығы 12, ені 8 сантиметр қылып, және 30 рет айландыратын боламыз осы жіпті. Айландырып қойдық. Енді осының ортасын жіппен байлаймыз. Сонда біздің осы құлыншағымыздың құйрығы болады. Енді кішкене тарақпен тарап жібереміз. Кейбір жабысқаған жіптер, осылар жіптер орталары кішкене ажырайтын болады. Енді осының ортасын тағы да байлап қоямыз. Сонда біздің құлыншағымыздың құйрығы дайын болады. Ұштарын біріктіріп қырқып аламыз түзелеп. Осыған жабыстыратын боламыз, тігетін боламыз. Енді тағы да осы картонды алып 7 рет айландырамыз. Бұл құлыншағымыздың екі құлағының ортасында тұратын, маңдайында тұратын, кішкене басында десек те болады, шашы кішкене. Аттарда, құлыншақтарда кішкене шаш болады бастарында. Соны кішкене қылып буып аламыз. Және бұның да ұштарын біріктіріп, кішкене тарап аламыз. Содан кейін біріктіріп қырқып тастайтын боламыз. Мінекей, енді атымыздың кекілі дайын болды. Енді біз атқа кәдімгі желкесіне десе де болады, жалына десе де болады. Соған кішкене шаш жасайтын боламыз. Кейбір аттарда осы желкені, жалыны болады, кейбіреулерде болмайды. Енді осы шашты жабыстырсақ, құлыншағымыздың түр әлпеті әдемі болады. Қарап отырыңыздар. Енді мен осы күрчекпен жұмыс жасайтын болам. Алдымен күрчекті түйіндеп алғаннан кейін, кәдімгі біреуден емес, екі жіптен, кесілген жіптен іліп алып тоқып отырамыз. Екеуін іліп аламыз. Кәдімгі өзіміздің жібімізді тағы бір тоқып аламыз. Тағы да екеуін іліп аламыз, және өзіміздің жолымыздағы жіпті тоқып аламыз. Сөйтіп, осының бәрін тоқып шығатын боламыз. Қараңыздар,
мінекей дайын болды. Енді кішкене тарақпен тарап, ұштарын, артықтарын кесіп аламыз. Мұқият қарап отырыңыздар, өте әдемі. Негіз бұл тек қана жылқы емес, құлыншақ емес, түйені де істесеңіздер болады. Қоян, қасқыр, жануарлардың бәрін үстіп, жұмсақ, әдемі, жүні бар мақтадан ойыншықтар жасасаңыздар болады. Фоамирон қағазынан кішкене ойып, көзін жасап жатырмыз. Қараңыздар, енді бізге құлыншағымыздың құлағы қажет болады. Құлаққа кішкене қоңыр түсті азилон деген материалдар бар, матасы. Мата емес, қағаз да болады. Қағаз да десек те болады, кішкене қаттырақ. Енді осыны кішкене үштік қып қырқып алдық. Енді орталарын дайындап қойдық. Енді осы құлыншағымыздың ауыздығын жасаймыз, тізгінін жасаймыз. Ноқта десек те болады, ноқтасын жасаймыз. Алдымен ауыздығын жасап аламыз. Мінекей кигізіп көріп жатырмын. Енді осыны бір-біріне біріктіріп тоқимыз. Және тізгінін ала кетеміз. Кәдімгі ешек арба, ат арба айдаған кезде осындай ноқталарды тізгіндеп аузына қаратып, жаңа қолын, мінекей қараңыздар, тізгінді бір-біріне тоғып жібереміз. Сонда біз негізі барлығы ноқта деп аталады. Осы ноқта, қараңыздар, енді біздің ноқтамыз дайын болды. Енді құйрығын тігетін боламыз. Құйрығын бірінші тарап аламыз. Және желкесін жасайтын боламыз. Желкесінде көбірек қып тарасаңыздар, ортасындағы жабысқаған жіптеріңіз бір тегіс болып, әдемі болып шығатын болады. Неше түрлі жіппен және жұмсақ кәдімгі мақта материалдардан, маталардан неше түрлі ойыншықтар шығады. Енді осы мойын жағын, желке жағын, шашын, құлыншағымыздың шашын тікіп шығатын боламыз. Әрине, сіздерге тезірек болу үшін кішкене құйрығында дайындап қойдық сіздерге, мінекей. Енді осыны кішкене тараймыз. Енді бізге құлыншағымыздың құлағын жасайтын боламыз. Құлағын дайындап қойдық. Ортасына кішкене ыстық клеймен жабыстырып, екі жағына жабыстырып шығамыз. Мұқият қарап отырыңыздар, өте әдемі болады. Енді көз жағын жабыстырамыз. Әрине, құлыншағымыздың көзі болады. Қап-қара дөңгелек фоамирон қағазынан, ол қағаз фоамирон қағазын сыртқы жағы жылтырлау, ішкі жағында кішкене клей болады. Осымен жабыстырып қойдық. Енді ноқтасын атымызға кигізетін боламыз, құлыншағымызға кигізетін боламыз. Шаштарына кіргізіп, кәдімгі ноқтасын қойып қойдық. Енді кішкене құлыншағымызды тарап шығамыз. Мінекей құлыншақтарымыз дайын болды. Кішкене тарап қойдық. Екі құлыншақ. Аяғына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын.